Hey guys, welcome to our podcast in the car. Сәлем баршаларыңызға. Бүгін бізде жаңағы машинадағы подкастымызға, видео подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз ол артиклдар. Осыған осындай мынандай сұрақ түсіп жатыр. Сол үшін менің міндетім сол сұраққа дұрыс жауап беру, адамдардың жаңағы түсінбейтін нәрсесін шешіп беру, сол. Бастайық. Ағылшын тілінде артикл деген ұғым бар. Бізде қазақ тілінде, орыс тілінде ондай ұғым жоқ. Оны бірінші біліп алайық. Себебі әдетте салыстыратын нәрсе болса, адам тез түсінеді. Ал салыстыратын нәрсенің өзі болмаса, онда сол абстрактный ұғым ғой. Бұл тіл деген артиклдар ұстап көре алмайсың, тесіп көре алмайсың. Сол үшін кішкене қиын болады түсінуге. Соны бірінші түсінейік. Сол үшін бірден түсінбесеңіз, ол еш нәрсе емес. Екі реттен кейін, үш реттен кейін түсіне бастайсыз. Мысалы, басқа салыстыратын болсақ, басқа тілдерде араб тілінде артикл бар. Әл деген, мысалы, әл-фараби. Испан тілінде бар, ла, мысалы, ла посижу, ла бір нәрсе деп айта береді ғой. Ал қазақ тілінде, орыс тілінде жоқ. Сол үшін кішкене қиындау болуы мүмкін. Енді артиклдарды айтатын болсақ, ең біріншісі сіз артикл A мен N-ді біліп алыңыздар. A мен N ол бір деген жекеше түрді білдіретін артикл. Яғни менде бір алма болса, мен one apple деп айта алам. Болмаса an apple деп айта аламыз. Яғни сонда A мен артикл N олар бір дегенді білдіріп тұр. Сан, бір. Әрине, олай болса, артикл A N-ді біз көпше түрде заттарға қолдана алмаймыз. Көп заттарға, мысалы, алмалар деген apples, an apples деп айта алмаймыз. Себебі жаңа айтып кеттік қой. AN ол бір дегенді білдіреді. Сол себеппен оны көпше түрде қолдануға болмайды. Енді артикл, соны біліп алдыңыздар ғой, бітті. Оп-оңай. Солай түсіндірдім сіздерге. Артикл AN тек қана жекеше түрде бір дегенді білдіреді. Біз бәр жерде one apple, one бір нәрсе, one деп бергеннен гөрі, ол кішкене ыңғайсыздау. A car, an apple деп солай қолдана береміз. Ал енді сіздер сұрап жатқан шығарсыздар. Не үшін кейбір кезде A-ді қолданамыз, не үшін N-ді қолданамыз? Енді осыған жауап берейін. Ол қолданылатын себебі ол дауысқа қараймыз. Ағылшын тілінде 26 әріп бар. Оларды біз дауысты және дауыссызға екі топқа бөлеміз. Дауысты топта тек қана 5-ақ әріп бар. Олар A, O, E, I, U. Міне осы 5 әріп. Бұлар дауысты әріптер. Ал дауыссыз категорияда қалған 21 әріп болады. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Y-да дауыссызға жатады. Сонда дауысты 5 әріп, мысалы, дауысты 5 әріппен сөз басталса, онда оның алдында N жүреді. Ал дауыссыз 21 әріппен сөз басталса, онда оның алдында A жүреді. Жүре ме? Мысалы, Apple A мен басталады, сол үшін ол A дауысты болған соң алдына N Apple-ды қоямыз. Қол шатыр, umbrella, U әріпімен басталады, сол үшін U дауысты болған соң алдына N-ді қоямыз. An umbrella болады. Umbrella емес, an umbrella. Көлік, машина. Car, C мен басталады, C ол дауыссыз әріп, сол үшін a car дейміз. Тал, tree, T әріпімен басталады, дауыссыз, сол үшін a tree деп айтамыз. Міне, осыларды айтып кеттік. Енді осыны біліп алыңыз, Оның да көп функциялары бар, артикл A N-нің. Басқа жерде қолданылады, және қолданылмайтын жерлері де бар. Бірақ олар маргинальный жағдайларда олар сирек кездеседі. Ең бастысы мына сіздерге айтып кеткен функциясы. Сол, көп жерде сол ғана
қолданылады көбінесе. Жекеше заттың жекеше түрін білдіру үшін A An қолданамыз. Болды, осыны жаттап алыңыздар. Я, жақсылап. Егер де видео пайдалы болса, осы артиклдар сабағын одан сайын терең түсіндіргенімді қаласаңыздар, мысалы the article бар, не үшін қолданамыз оны, комментарияда білдіріп кетіңіздер, ағай осы артиклдарды тереңірек түсіндіріңізші деп, иә. Сол видео ұнаса лайк, комментария жазыңыздар, каналыма подписаться етіңіздер. Take care, bye.